Сәлем, қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен вупипай торттың оригинал рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны жоғалта алмашылығын міндетті түрде каналыма подписаться жасап, қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Мен қызымның туған күніне жасаған 5 цифрлы вупипай тортының рецептімен сіздер де жасап көріңіздер. Дәмі өте керемет болып шығады. Бұл мастер-класстарда сатылатын оригинал рецепті сіздерге тегін беретін боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдымен осылай шоколадымыз бен сары майымызды ерітуге микроволновкаға салып қоятын боламыз. Оларды жақсылап ерітіп дайындауға жіберетін боламыз. Алдымен осылай 5 дана жұмыртқамыздың үстінен шекерімізді салып жақсылап ақ көбік болғанша миксерлеп алатын боламыз. Жақсылап миксерлейтін боламыз. Шекеріміз ерігенше миксерлейтін боламыз достар. Міндетті түрде өте керемет болып шығады, жасап көріңіздер. Дәл осылай барлығын жақсылап миксерлеп алғаннан соң, жаңағы ерітуге жіберген шоколадымызды дәл осылай араластырып, барлығын дайындап алатын боламыз. Осылай араластырып суытып алғаннан соң, шоколадымызды міне кішкене құя отырып, миксерлеп әрі қарап тағы да бір келкі масса болғанша миксерлейтін боламыз. Дәмі өте керемет болып шығады. Міндетті түрде бұл оригинал рецепті мен осы видеоның төменгі жағында описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Міндетті түрде сол жерден қарап жасап көрсеңіздер болады. Бір жасағаннан шығатын болады, міндетті түрде кереметтей болып пісетін болады. Осылай ұнымыздың үстінен разрыхителімізді, какаомызды салып, жақсылап барлығын араластырып алатын боламыз. Құрғақ ингредиенттерді осылай бір ыдысқа салып араластырып, енді осы массаны аз-аздан сала отырып, жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Бір келкі масса болғанша миксерлейтін боламыз. Достар, бұл біздің корждарымызға дайындап жатқан массамыз. Қатты қою болмайды, кішкене қатты сұйықта болмайды, орташа масса болып дайын болады. Дәл осылай барлық миксерлеп алғаннан соң бізде міне дәл осылай қоймалжың, дәл осылай масса дайын болып шығады. Қатты қою емес, қатты сұйық емес, өте осындай масса болады. Алдымен осылай пергамент қағаздарымызға 5 сан кардонмен бірінші кардонға сызып кесіп алып, одан соң осылай пергамент қағазға қойып, ручканың көмегімен осылай сызып 4 коржға дайындап алатын боламыз. Барлығын осылай 5 қылып жайғастырып, кемінде әр парағына 6 қасықтан салып пісіретін боламыз. Небәрі 200 градуста 5-10 минут шамасында тез-тезден піседі. Таза піскенін шпажканың зубочистканың көмегімен көрсеңіздер болады. Міндетті түрде таза болып пісіп шығады. Барлығын осылай пісіріп алатын боласыздар. Енді біз крем үшін осылай творожный сырға сахарный пудрамызды салып, оның екеуін жақсылап миксерлеп, осылайша видеода көрсетілген етіп, жақсылап бірінші жай скорсымен, сосын қатты скорсымен жайменде осылай творожный сырмен сахарный пудрамызды жақсылап араластырып алатын боламыз. Жақсылап араластырғаннан кейін 33% сливкимізді аз-аздан құя отырып, жақсылап бір келкі масса болғанша крем дайындайтын боламыз. Міне мен дәл осындай сливкиді қолдандым. Магазиндерден көрсеңіздер болады. Бұл оригинал крем дайындау үшін қажет болады. Біздің бұл вупипай, әртүрлі бұл хит торттарымыздың барлығының қымбат болу себебі барлығы осы кремінде. Біздегі творожный сыр мен сливкидің бағасы қымбаттау болғандықтан біздің тортымыздың да ценасы кішкене қымбаттау болады. Міне дәл осындай масса болып бізде крем дайын болады. Кремнің дайын болғанын білу үшін дәл осылай миксерлегеннен кейін арқасында өзінің сызықтары қалып, дәл осындай формасын шығарып тұратын болады достар. Біздің креміміз дайын болды. Енді дайын болған кремімізді арнайы өзінің шарик шығаратын мешокқа салып, насадкамызды қойып, дәл осы видеода көрсетілгендей етіп, бірінші коржымызды қойып, оның үстінен дәл осылай насадкамыздың көмегімен осылай шариктерін шығарып, барлығын дайындап алатын боламыз. Өте керемет, дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Мен бұл тортты қызымның туған күніне жасаған болатынмын. Рецептін сіздермен де бөлісе кетейін деп шештім. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де 2 цифра жасайтын болсаңыздар, дәл осы жерде описание бөліміне жазылған рецепті 2 есе етіп көбейтіп алып жасай берсеңіздер болады. Міндетті түрде дәмі өте күшті болып шығады достар. Жасап жеп көріңіздер. Балаларыңызға жасап берсеңіздер болады. Осы ингредиенттермен тек цифра емес, дөңгелек торт қылып жасасаңыздар болады. Өте биік болып шығады. Менің осы жасағанның өзінен 4 корж дайын болды.
и торт кружбен менің тортымда кереметтей көтеріліп биік болып тұрды. Міне дәл осылай жан-жағына шариктерін шығарып алғаннан кейін ортасына да кремін жағып, оның үстінен екінші коржымызды қойып, оның да үстінен дәл видеода жаңағы көрсетілгендей етіп осылай кремдерімізді жағып, шариктерін шығарып, барлығын осылай жасап аламыз. Ең соңында бетіне қалған кремімізді жағып, бетіне өз қалауларыңыз бойынша түрлі фрукт ұялармен сәндесеңіздер болады. Мен сияқты осылай әртүрлі анардың, апельсиннің және банандармен, кивилармен өз қалауларыңыз бойынша сәндесеңіздер болады. Рецепт ұнаған болса, міндетті түрде каналыма подписаться жасап, қоңырша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Өз ойларыңызбен комментарий бөліміне қалдырсаңыздар болады. Сіздермен бірге болған Алма